Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті әлеуметтік желі қолданушылар. Бүгінгі тақырыбым жастарды деструктивті діни ағымдардан сақтандыру. Қазіргі таңда радикалдық идеология насихаттаушылар жастарға өздерінің былай айтқан кезде фокусын қойып жатыр. Өйткені оларға да жамағатты көбейту керек, сандарын көбейту керек. Сондықтан сол қоғамның үлкен проблемасына айналуда. Әсіресе бұл кәмелет жасына толмағандар, жастар соларды өзінің бағытына алып отыр. Сол бірден бір оны жат ағымдардың қазіргі таңда қолданып отқан әдістері: біріншіден ғаламтор сайттары, видеохостингтер, әлеуметтік парақшалар, блог платформалар және басқа да байланыстыратын медиа саласы арқылы біздің жастарымыз улап жатыр. Екінші, отбасындағы жағдай төмен, моральдық, психологиялық ұшыраған жастарды өздерінің қармақтарына түсіруде. Үшінші, деструктивті діни ұйымның жетекшілері жастардың өз қатарына, яғни тарту арқылы сені бай қыламын, байлыққа, жағдайың жақсы болады материалдық деген сияқты жұмыс беру, кәсіп беру арқылы да өздерінің қатарына тартып жатыр. Төртіншіден, деструктивті діни ағымдар өз қатарына мейлінше көп адамды толықтыру үшін өтірік айту, жалған ақпарат беру арқылы да не істейді, тартып жатыр. Бесінші, шетелдік араб тілін оқыту орталықтары мен күмәнді діни оқу орындарына жіберу арқылы да біздің жастарымыздың санасын улап өздерінің қатарына тартып жатқанын біз бүгінгі таңда көріп отырмыз. Бұл әрине үлкен мәселе. Бұл мәселенің алдын алу үшін әрине біз осыны сақтандыру мақсатында ақпараттандырып отырмыз. Енді бұл адамдар өзінің қатарына түсіргеннен кейін қандай ақпарат береді жастарға? Мен жоғарыда айтып кеттім, өз-өзіне деген сенімі жоқ, әлеуметтік осал топтан шыққан, мектепте төмен оқыған, психологиялық тұрғыдан алған кезде жел тұрса қаңбақ шалдай болып, қаңбақ сияқты, яғни қаңбақ сияқты болып тұрған, жел тұрса ұшып кететін сияқты болып тұрған жастарға олар не береді? Былай айтқан кезде жалған ақпарат арқылы өздеріне десубъективизация деп айтады бұл терминде. Деструктивті діни ағымдар сен бір-екі хадистерді үйретіп, бір-екі аяттарды үйретіп, бір-екі арабтың сөздерін үйретіп, яғни мұғалім сәниді ғана үйретіп, бұл баспалдағы араб тілінің, соны үйретіп, міне сен білімдісің, сен енді осы шариғаттар бойынша өзің үкім алып, өзің үкім шығара аласың. Сондықтан харамды харам, халалды халал, мына ширк, мына бидғат деп айта аласың. Міне сенбесің, мынау біздің ұстаздарымыз толиб илм, мынау шетелде оқып жатқан ұстаздарын айтып, осыларды арқылы да тыңдап дәрежең жетті деп, сөйтіп оларға былай айтқан кезде өздерінің тілінде белсенділік беріп, абыройын көтеріп, ішкі сезімдерін толықтырып, десубъективизацияға ұшыраттырады. Соған сеніп қалған адам мына қоғамдағы болып жатқан проблемаларды солардың айтқаны бойынша көзқараста болып, біздің дәстүрімізге, мына қоғамда болып жатқан өзгерістерге теріс пікірлер қалыптасады. Міне осылай бұлар не істейді? Біздің жастарымыздың санасын улап жатыр. Осы десубъективизациядан кейін оларға мынау өлім культі деген нәрсе бар. Бұл өмір жалған, сен о дүние ойлану керек, жәннат, тозақтан қорқуың керек, жәннатта қор қыздары бар, не мынау жүріс деп оларға радикалдық көзқарасты қалыптастыру үшін осы жәннат, тозақ, өлім культін сакрализация, яғни қасиеттендіреді. Бұл өмір түкке тұрғысыз. Мұсылмандардың нағыз өмірі о дүниеде. О дүниеге барған кезде біз жәннатта боламыз. Жәннатта болу үшін мынау қоғаммен күресу керек. Мынау Қазақстанда болып жатқан жалған, мынау бидғат иелерімен күресу керек. Мына имамдармен, біз сияқты теологтармен күресу керек. Сол үшін мешіттерде әминді дауыстап айтыңдар. Мынау Құдай тамақ болып жатқан кезде бұл Құдай тамақ дұрыс емес, беташар дұрыс емес дегенде қарсы шығып жүріңдер деп олар осындай ұран салып қояды. Осындай жастар сеніп қалып не істейді? Бас көтеріп көптеген неге келеңсіз жағдайға тап болып жатыр. Кейбір жастар осындай жалған деструктивті діни ағымдардың
өкілдеріне, лидерлеріне сеніп, әлеуметтік желідегі Мұхаммед ибн Әбділ-Уахабтың 3 негіз кітаптарын таратқан оқиғалар тіркелді. Сол кітаптарды таратып, тыңдап, сол үшін қылмыстық іс қозғалғандар да бар. Сол сияқты осыны жақтаушы азаматтар осы біздің Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Бірлеусенбек деген ауылдан да 3 азамат қылмыстық кодекстің 74-ші бабы бойынша іс қозғалып 2 жылға бас бостандығынан айырылған. Олар да осы әлеуметтік желіде тыйым салынған Мұхаммед ибн Уахабтың Усулу Сәләсә 3 негіз деген кітабын таратып, Китаб Таухид деген кітабын таратқан үшін іс қозғалған болатын. Бұлар да басында Ханафи мазхабында болды, 3 азаматта. Олар да осы дәстүрлі құндылықтарды ұстанды, бірақ өздерінің осындай әлеуметтік отбасылық жағдайларына болуы мүмкін, немесе психологиялық жағдайына болуы мүмкін, осы ағымның арбауына түсіп, не істеді? Темір қапаста өздерінің уақыттарын өткізіп жатыр. Сондықтан да құрметті жастар, бұндай діни ағымдардан сақ болыңыздар. Егер де діни ақпарат алғыларыңыз кезде, біріншіден Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының, яғни діни бірлестік бар, республикалық исламды насихаттауға сол ғана құқылы, солардың ресми сайттары бар, сол кісілердің ресми ұстаздары бар. Міне сол ресми ұстаздар мен имамдардан ғана ақпарат, діни ақпарат алған дұрыс. Егер де бір ақпаратты білмейтін болсаң, әрбір облыстарда, Жамбыл облысы сияқты басқа да облыстарда, осы Теміртауда да дінге жауапты мамандар бар, дін проблемасын зерттеу орталығы, немесе дін мәселелерін зерттеу орталығының, солардың теологтарына жүгіну арқылы да дұрыс ақпаратты алсаңыздар болады. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.